Биыл елімізде бірнеше автомагистральдың құрылысы басталмақ. Астана-Алматы, Астана-Өскемен және Елордадан Ақтауға беттейтін күре жолдардың жобасы әзірленіп жатыр. Елбасының тапсырмасы бойынша республикалық маңызы зор бұл жолдар халықаралық талаптарға сай салынбақ. Қазір көлік және коммуникация министрлігі жобалық сметалық жұмыстармен айналысуда. Сәті түссе, үстіміздегі жылдың екінші жартысында құрылыс жұмыстары жүргізіле бастайды. Мұхтар Ыбырайым әңгімелейді. Ескі жолдар есіркеп, жаңа жолдар жарылқайын деп тұр. Астана мен Алматыны ұштастыратын 1200 шақырымға созылатын автожол бақандай 200 шақырымға қысқартылмақ. Сәтін салса, күре жол Балқаш көлін төтесінен қиып өтетін болады. Ол үшін арнайы 6 шақырымға созылатын көпір салуда жоспарда бар. Екі алып шаһардың арасындағы ескі жолдың жартысы қайта өңделмек. Алдағы уақыт 4 жолақты, ең бастысы заман талабына жауап беретін болады. Ал ұзыннан созылып жатқан Балқаштың үстіне бұрын соңды болмаған заманауи көпір салу көзделіп отыр. Балқаштан Қапшағайға, одан Алматыға беттейді күре жол. Жол мұраты жету. Осылайша екі арадағы жүргізушілер 10-12 сағатта қатынаса, енді 8 сағатқа дейін қысқармақ. Жаңа магистральдің құрылысы 2017 жылы толығымен аяқталады деп жоспарлануда. Біздер бұл жобада Астана мен Теміртау арасында жобалық іздестіру жұмыстарын жасап жатырмыз. Және бұндай жұмыстар Алматы мен Қапшағай арасында да жұмыс жасап жатыр. Алдағы уақытта жылдың бірінші жартылығының аяғында бұл учаскелерде құрылыс жұмыстарын бастаймыз деп жобалап отырмыз. Қарағандыдан Теміртау, Қарағанды, Балқаш аралығында бұл трасса бұрынғы бар жолдың кеңейтілуі көзделуде. Бұдан бөлек Астана-Ақтау, Астана-Өскемен автомагистральдарының құрылысы басталмақ биыл. Бұл үш жобаның құны 1,5 триллион теңгені құрайды. Ал ұзындығы 3,5 мың шақырымға созылмақ. Сондай-ақ биыл 9 мың шақырым жол қайта жөнделетін болады. Алматы-Өскемен жолы құрылысы, оны қайта өңдеу жұмыстары жалғасады. Және де Орал мен Ақтөбенің арасындағы жолдың құрылысы жалғасады. Көкшетаудан Петропавл ары қарай Россияға шығатын бағытта жұмыстар жалғасады. Сонымен қатар елбасының тапсырмасы бойынша Алматы-Астана теміржол магистралінің құрылысы басталады. Жүрдек пойыз Балқаш көпірі арқылы қатынайтын болады. Мұхтар Ыбырайым, Ғани Бекенов, Хабар, Астана.